басты байлығы не деп едік? Тәуелсіздік. Тағы да қандай еліміздің басты байлығы бар деп ойлайсыздар? Тәуелсіздік сияқты бізге тағы не қымбат? Біздің бірлігіміз қымбат, тағы халқымыз қымбат және тіліміз қымбат. Яғни бүгінгі біздің сабағымыз осы тіл тақырыбында Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңімен өтетін болады. Жазайық, сәуірдің 30-ы Расул Ғамзатов ана тілі өлеңі. Расул Ғамзатов ана тілі өлеңі. Ана тілі өлеңнің жанрымен танысамыз және фабуласын және осы өлеңнің сюжетін анықтайтын боламыз. Жақсы, қазір мен сіздерге мынандай тапсырма беремін. Біздің бірінші тапсырмамызда сіздер жұптық тапсырма орындайсыздар. Қастарыңыздағы көршілеріңізбен бірге мына қағаздарды алайық. Екі адамға бірге келеді. Келісіп алайық, сіздерге осындай бағалы парағы беріледі. Мұнда аты жөндеріңізді жазасыздар. Кейіннен сіздерге әр тапсырма сайын мен тақтаға дискриптор, яғни қанша балл, максималды қанша балл, минималды қанша балл қою керегін айтамын. Сіздер әр тапсырма сайын бірінші тапсырманың қасына өздеріңізді бағалы балдарыңызды қойып отырасыздар. Жақсы ма? Әрбіреуіңіз жеке-жеке. Қазір бірінші тапсырманы басынан айтамыз. Тапсырманы орындалуын айтамыз. Қалай ойлайсыз? Бағыңыз қажет қоя бала парағы. Түсінікті ғой? Шуламайтыңдар, дауысы кішкене жай болып қалуы мүмкін. Мұнда дүниеге келдім. Затулы Ғамзатов 1920 жылы 8 қыркүйекте Цада ауылында дүниеге келдім. Мен Кавказдың байырғы халқы Авар ұлтынанмын. Әкем әйгілі дағыстандық ақын. Алғашқы өлеңімді жазуға, ақын болуыма зор ықпалын тигізді. Мен Арами ауылындағы орта мектепте оқыдым. Алғашқы өлеңдерім сол мектеп жасында. Мен Арами ауылындағы орта мектепте оқыдым. Алғашқы өлеңдерім сол мектеп жасында газетке жарияланған. Мектепті бітіргеннен кейін Авар педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, оны сәтті аяқтадым. Студент кезінде өлең жазудан ешқашан қол үзген емеспін. Одан кейін мұғалім болып мектепте 1940 жылға дейін жұмыс істедім. Соғыс басталған кезде ұстаздың мансабымды тастауға мәжбүр болдым. 1943 жылы оның алғашқы өлеңдер жинағым жарық болды. Негізінен әскери тақырыптағы шығармалар еді. Ешқашан өз өлеңдерімді орыс тілінде жазбадым. Орыс тілінде кездесетін шығармалар белгілі бір авторлардың аудармалары, өлеңдерінің басқа тілдеріне аударылғанына қуанамын. Кейін 1945 жылы ол Горкиядағы әдебиет институтының студенті атанып, оны 5 жылдан кейін бітірдім. Артында жүздеген өлеңдермен ондаған жинақтар қалдырдым. Біздің таулар, атамекен туған жылым, ағаға жинақтарым бар. Жарық жұлдызда менің атам, тырналар атты поэмалар мен өлеңдер жинақ, менің Дағыстаным повесі қазақ тілінде жарық көрді. Мен Қазақстанда Мұхтар Әуезовтің шақыруымен келіп, қазақтың әдебиет майданындағы ақын жазушылармен таныс болдым. Мен туралы естелік менің жүрегім тауда, менің жолым және менің Дағыстаным сияқты түрлі фильмдерде сақталар. Орындадық па тапсырмамызды? Қолыңызға берілген қағаздарға жаздық, я? Енді қарайық, мен сіздерге бірінші тапсырманың дескриптор, я? Яғни сіз өздеріңізді бағалайсыздар ғой. Егер сіздер барлық сұрақтарға жауап жасасаңыздар, өздеріңізге 1 балл қоясыздар. Ал егер де сұрақтарға толық әрі дұрыс жауап жазған болсаңыздар, онда өздеріңізді 2 балға бағалайсыздар, я? Жақсы, енді жұп болып бастадық. Абылай, бастай ғой, сіздердің жұптары. Орнынан тұра ғой. қосымша ақпарат. Иә, қосымша ақпаратты оқы ғой. Расул Ғамзатов туған жері Дағыстанның Құмзақ ауданында Цада ауылында дүниеге келген. Жақсы, отыра ғой. Не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шын жақта, бұғылар мен ыңырсыйды бір жақта. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында, жыламайды ешкім мұлам басында. Анам қайда, досым қайда күндегі,
жарым қалай жатқанымды білмейді. Жақсы, айсұлу тоқтарға. Келесі ары қарай Назым жалғастыра ал. Бар адамнан математик білген. Бір дауысты естіп қалдым кейде. Естідім мен осы арадан өтуде. Екі кісі сөйлесті ағатын. Мен жатырмын жер астында көшім. Мұна екеуі күмбірлейді. Хасан деген бір кісінің құлығы, Әли деген бір кісінің сұмдығы. Естідім де сөзін ана тірілім. Бойым жылап лезімен тірілім. Балгар демес, дәрігер демес емдейді. Тек өзімнің тілім екен сөйлейді. Өзгелердің тілінде емдер басқаларды. Мен онымен айта алмаймын. Егер тілім ертең болса ақырма, мен дайынмын өмірге тұрмақ. Мен жаныммен сүйемін осы тілімді. Кедейде ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естімсем де сөзі де ана тілім ұлым менің өзіме. Жақсы, Назым. Келесі Аяна. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым, күтені әлде аударым басқаны. Мен болдым бұлай ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазар абар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын, әр көлінен әр қырын. Мен сүйемін ұлы елімнің. Бірінші, бұл жерде сіздерге танысып болған сөздер ассамблея. Жалпы ассамблея дегеніміз не екен? Халықаралық ұйым жиналысы, иә. Жақсы. Бағанадан бері авар деп айтып жатырмыз, иә. Авар деген кімдер екен? Дағыстан тұрғын халқы, иә. Жақсы, ал Дағыстан деген не екен? Ресей Федерациясы солтүстік Жақсы. Содан кейін сіздерге түсініксіздеу болған сөз асау сөзі деп ойлаймын. Асау деген не екен? Ұстамаған жылқы, иә. Жақсы. Енді біз тапсырмамызға ары қарай көшейік. Бұл өлеңмен таныстық, иә, оқыдық. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Сіздерге қазір қағаз таратылады. Бұл қағазда сіздерге өлеңнің сюжетімен таныс боласыздар. Яғни біріншісіне өлеңнің басталуын, одан кейін байланысуын, шиеленісуін, шарықтау шегі мен шешімін осы қағазға жазасыздар. Бұл жеке тапсырма. Жақсы ма? Және де дескрипторды ұмытпайық. Сіздер бағалайсыздар. Өлеңді оқыған адамдар жаңағы Аяна, Айсұлу, Назым 1 балдан қоямыз. Сюжетін түсінген болсаңыздар 2 балл барлығымыз. Одан кейін сюжетін толық жазылған оқушыға 3 балл қойып, өздеріңіз есептейсіздер. Оқиғаның басталуын неден бастадыңыздар? Ақынның түс көруінен бастадыңыздар. Жақсы, Расул Хамзатов не көреді? Бұл өлеңіне арқа болып тұрған нәрсе, ол өз Расул Хамзатовтың көрген түсі, иә. Келесі, оқиғаның байланысуын қалай жасады? Қабір ішінде жатты, иә. Иә, өзінің туған жері Дағыстан өлкесінің табиғатын естеді. Суреттеді, иә, өлең жолдарында бірінші. Одан кейін ақынның жалғыздығы дегеніміз жаңағы ақынның жер астында жатуы, иә. Келесі, оқиғаның шиеленісуі. Иә, ол адамдар қандай тілде сөйлеп тұр? Абай тілінде сөйлеп тұр, жақсы. Келесі, оқиғаның шарықтау шегі не болды? Өзі жердің астында жатса да, ол сырттағы адамдардың несін естіді? Авар тілінде сөйлеген дауысын естіді, иә. Келесі, оқиғаның шешімі не болды? Сонымен өлең немен аяқталды? Иә, ақынның туған тіліне деген ерекше ыстық махаббатымен аяқталды, иә. Сонымен өзіміздің жазған жауаптарымызды түзейік, қалып қойған жерлерімізді толықтырып жазайық. Одан кейін жаңағы дескриптор бойынша бағамызды бағалау парағына түсірейік, иә. Сөйтін жерлерді түзеп алыңдар. Қай жеріне, қайсыңыз көп жерден қателескенсіздер? Қай жерін қиын болды сіздерге? Байланысуын табу қиын болды, иә. Жақсы, тағы. Сол жағында бұл жерде өлеңдер берген, өлеңнің тармақтары берген. Ал оң жағында бұл өлеңді бір ауыз сөзбен қалай айтамыз, яғни осы тармақты бір ақ сөзбен қалай ашар едіңіздер. Осыны сәйкестендірейік. Иә? Адам деген не көрмегенсінде жатыр екен бүгін қабір ішінде. Бұл қабір ішіндегі. Қабір ішіндегі. Соны келіп біріктіріп көре алады. Аға, қазір шығамыз. Айсұл, тез біріктіре алады. Өзіңнің жаңағы жауап. Ана ноутбуктан қарай да, бірінші жауап. Сол жерге алып бар. Дұрыс па екен? Қарасың, мынаны қосып жібердің, оқи ғой. Бір дауысты естіп қалдым, кенеттен естідім мен осы
Арадан үнінде екі кісі сөйлесті. Сөйлесті авар тілінде. Авар. Оны немен біріктіреміз? Екі адамның әңгімесімен, иә? Жақсы. Ерасыл тілі ғой. Нені біріктіреміз, Ерасыл? Естілім тілде сөздің ана тілінің бойын жылып, лезде мен тілді сүйіп. Жақсы. Қазір ең соңында тексереміз, иә? Кімдікі дұрыс болды, кімдікі бұрыс болды. Апай. Былай қараймыз. Не басымен? Соны сайда. Апай. Келші. Қазір. Апай, тоқыңыз. Маған емес, маған қойым келді. Тіл құдіретіне қойып дейді ма? Жақсы, онда осында қойып көрейік, иә? Қазір көреміз. Келесі шайда жеріміз қоямыз. Бұл жеке тапсырма және жазбаша тапсырма болады. Бұл жерде сіздерге өлең шумағын бердім. Өзге бір тіл, ендер басқаларыңды мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрыма, мен дайымын өлуге де бүгін ақ. Мына жерде өлуге деген сөз болу керек. Осы жердегі өлең жолдарынан сіздер өздеріңіздің ой бағандарыңызды, ой толғауларыңызды 3-4 сөйлем қылып жазсаңыздар. Және дескрипторды сақтай. Бұл жерде сіздер өз ойларыңызды білдірсеңіздер, 1 балл, ойын толық анық білдірсеңіздер 2 балл. Және де егер де жазған ой толғауларыңызда тілге қатысты мақал мәтел, нақыл сөздер болса, онда 3 балл қойылады. Жақсы? Сіздерге шамамен 5 минуттай уақыт берейін. Дәптерге жазып, осы өлеңнің мағынасын ашып, осы өлең болып. Келді. Ана тілі бал тілі дегенде біздің әр туған тіліміз өте қадірлі қасиет. Жақсы, жарайсың. Келесі. Өз тілін қатты жақсы көреді, сол тіл үшін өлге дайын, өз жанын береді. Сол тілде әр кезде қолданады. Жақсы. Расул Ғамзатов өзінің тілі үшін өлге де дайын. Және ол өз тілін қатты қадірлейді. Иә, өзінің қатты қадірлейді. Менің ойымша бұл шумақта автор өзінің туған тіліне деген махаббатын білдіргісі келді. Егер тіл болмаса, онда ұлт та болмайды. Жақсы. Кішкене толықтырып жазайық, иә? Менің ойымша бұл шумақта ана тіліне деген махаббатын және қаншама маңызды екенін көрсетті. Жақсы. Автор өлеңде ана тіліне нағыз сүйіспеншілікпен қарайды. Өз ана тілінен бөтен тілмен Апай. Жақсы, тағы да басқа шығармалармен таныс болдым, иә? Жақсы. Қазір аламыз. Бүгінгі саған Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңі қандай әсер қалдырды? Мен өз тілімді қадірлеуге мотивация берді. Жақсы. Жігерлендім, иә? Қазір Расул. Аламын. Тағы Расул Ғамзатов туралы өлеңдерінен бөлек қандай қосымша ақпарат алдың? Ақын туралы. Расул Ғамзатов өлеңдерін авар, орыс тілде басқа әлем тілдеріне аударылған. Жоқ, сен ал ғой. Бүгінгі ана тілі өлеңі саған қандай әсер қалдырды? Маған жақсы әсер берді. Өз тілімді құрметтеуге әсерлер берді. Әсер берді. Жақсы. Енді қарайық. Бүгінгі ана бұл өлеңнен 4 шумақ үзінді келесі сабаққа жаттап келеміз, иә? Жақсы. Үй тапсырмасын жазып аламыз. Одан кейін үйден келесі сабаққа 4 шумақ өлең жаттап келеміз. Ана тілі өлеңі. Жақсы ма? Сіздердің бағаларыңызды қарап, барлықтарыңызға барлық жоғары балл қосыр 10 балл, 9 балл, 8 балл. Белсене қатысқан оқушыларға Айсұлу өлең оқыған, Аяна, Назым, Ерасыл, одан кейін Азамат болды, Дүйсен, Шашида, барлықтарыңызға да балдарыңызды, жоғары балдарыңызды қоямыз. Жақсы? Осымен